Сіздермен құрметті оқырмандар, Андықожа Батыр ауылдық үлгі кітапханашысы Толқын Телманқызы, қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткер, ақын, жазушы, жалынды көсем сөздің шебері, лирикалық демократиялық зиялылардың бірі Міржақып Дулатұлының туғанына 135 жыл. Бүгінгі тақырыбымыздың аты «Оян қазақ». Міржақып Дулатұлының өлеңі «Оян қазақ». Оян қазақ, ойлан қазақ, бол қазақ, шын бақытқа жеткізетін жолда ұзақ, алашығың аз ба мына дүниеде, болашағың емес пе еді зор ғажап. Оян қазақ, ойлан қазақ, бол қазақ, сілкінші бір қанатын қомдап ап, ауруың арқалады алға бас, бауырыңмен не көрінеді жорғалап. Мен қазақпын, сен қазақсың, ол қазақ, ер мінезбен өр рухын болма жат, ортасына жалғыз орыс кіргенде орыс тілде шүлдерлейді он қазақ. Аталардан қалған асыл мұрамыз, туған жердің қақ төрінде тұрамыз, азаттығын ұмтылмаған ұлт болып, қазақ тілде қоғамдарды құрамыз. Құрғап кеткен құлдыққа сіңген санамыз, сұмдық сіңген сүйекке де қараңыз. Тойланады мерекеміз жыртша, ойланады өзге тілде баламыз. Құранды да, Құдайды да сүйеміз, сұлу көрсек, оңашаға сүйрейміз. Жыртың қалжың етіп күлеміз, тыраң етіп тойға келсек билейміз. Біреу осса көңіл күндейміз, біреу тосса дүркін жөндейміз. Намыс деген сөзді жиі айтамыз, бірақ оның не екенін білмейміз. Дүйенің пайдасынан пысықпыз, жәннаттың иісін сезе алмайтын пұшықпыз. Бауырларға арыстанбыз, барыспыз, басқаларға бас дегенде мысықпыз. Мақтаншақпыз, өтірікші доңғаймыз, түтіндейміз, үрлесе жанбаймыз. Жер бетінде бізден ұлы ұлт жоқ деп өзімізді алдаймыз. Ісіміз жоқ еске алатын тамсанып, селтеңдейміз әуе боп ән салып. Тірі ағайын пәтер таппай жүргенде, өлгендерге әуреміз там салып. Қаным таза, жаным таза дегенмен, көш соңында қалып қойдық не елден. Мойындаған күллі азамат неміз бар, не шығардық ел ынтыққан еленген. Бүкіл әлем өркенуді дүркілдеп, ғарыштық игеруде бұрын кеп. Кемеде емес, ұшақта емес біздерде, велосипед жасай алар білім жоқ. Шіренгенде үзінгі үземіз, мүйіздіміз, мүйсіз де сүземіз. Оралмаған отрядқа қараймыз, келімсектен дірілдейді тіземіз. Ертеңгі есігін кең ашқаның, ертеңінен қартаймайды бастарың. Қонағы бір жаман үйдің тұрғыны, шеттеріне шел басқан көз мес қарын. Құдай берген мұнай көмір мысың да, біздікке емес билігің де басқаның. Сырт көзге сыр бермегенмен тайраңдап, ақылдымыз ашып бітті айран боп. Қамқор Алла сақтамаса біздерді, қайран жұрттың өзі қорғар, қайран жоқта. Оян қазақ, ойлан қазақ.